Әнші композитор Мерей Жакеновтың орындауында оралмайсың әннен кейін біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгін бізге қонақ төріне де өзіміздің қонақтарымыз келіп қалыпты. Әріптес өзің таныстыра өтсең. Құрметті көрермен, қонақжай студиямыздың төрінде Алматыдан ат терлетіп келген қонақтарымыз да келіп жайғасты. Енді сіздермен таныстыра өтсек. Жалпы қазақтың тойларын ұйымдастырып жүрген біздің ағамыз Әміржан Наурызбек, сонымен қатар әнші композитор Мерей Жакенов. Таңғы көңіл күйлеріңіз қалай? Тамаша, өте керемет. Жаңа бейнебаян деп естіп отырмық, енді сол жайында бір аша өтсеңіздер. Бір бейнебаян жарық көріп отыр, дуэтпен Мерей Жакенов осы елімізге танымал эстрадамыздың жас әншісі. Осы жақында ғана, мен үшін жаңа бір ғана авторлық ән, осы Алла қаласа сіздердің телевизорда тұсауы кесіліп көрмеу шешілейін деп тұр. Тамаша. Қазақ эстрадасындағы әндерге берер бағаларыңыз қалай жалпы? Сіздердің пікіріңізше, өзіңіз бастасаңыз аға. Өзіңіздің пікіріңіз қандай қазіргі уақытта мынау эстрадада орындалып жүрген? Көңіліңіз тола ма яғни? Енді әрине әр өлеңнің өзінің бір бағыты бар шамасы. Жастардың бағыттары бар, сонымен қатар өзіміздің қазақи әндер деген мәселе бар. Жалпы енді жастардың ән көңіліміз толады енді. Жалпы былай жалпылама айтқан кезде көзіміз толады. Аға, сіздің пікіріңізше қалай? Мен толықтыра кетейін, ол пікір деген әртүрлі болады. Қалай деген күнде де қаншалықты көбірек ән шықса, соншалықты бізде талғамымыз көбірек болады деп ойлаймын. Талғамға талас жоқ деп отырмыз. Талғамға талас жоқ, өте дұрыс айтасыз. Енді сізден сұрағым келіп отыр, өзіңіздің қоржыныңызда енді әндер көп секілді, айта өтсеңіздер. Авторлық әндер, шамасы бір шама әндер бар. Есептейік көрсек, бір 10 шақты әніміз бар, жарыққа шыққан. Сонымен қатар бізде кезінде Саламат тобы деген топ болған, сол кісілерге де авторлық туындыларымды табыстаған болатын, бұл кісілерде жарыққа шығарды. Енді әншілер шығарып жатқан өзімнің тарапынан авторлық әндеріміз енді қоржынға салып жатқан жайымыз бар. Өзіңіздің ең алғаш шыққан, сахнаға шыққан кездеріңіз естеріңізде ме сөздеріңізде? Сол кезден айтып өтсеңдер, қандай бір қызықты жағдайлар болды ма? Енді сахна, мектептегі сахна деп, ең алғашқы сахна сол мектеп табалдырығынан бастаған сахна ғой шамасы. Сонымен қатар және де концерт барысында жаңағы көп жерге, ауылдық жерлерге барып концерт беріп берген кездері болды. Көп негізі қызық жағдайлар өте көп болған. Аға, енді сіз өзіңіз композиторсыз, жалпы ән таңдауда неге мән бересіздер? Ән таңдауда ең бірінші өзім бірінші әнге қатты көңіл бұрам. Сонымен қатар фишка дейді ғой, былайша айтқанда. Соның жерде бір өзіндік бір сөзіне орай, әнге қарай уже сөзін келістіре жатырмыз. Көп жағынан тек қана біз. Жалпы мынау қазақта өнер жолы қиын жол, өнер жолы бір даңғыл жол деп жатамыз. Осы өнер жолына келетін жастар неге мән беру керек? Біздің көрермендерге кеңес ретінде, құлаққағыс ретінде айта отырсаңыз. Енді өнер саласында әрине өте қиын шамасы, өйткені айтатын кеңесім ашты суға жоламау керек. Ең бірінші кеңес. Егер сол мәселемен басталса өнер жолы, соған үйреніп кетеді просто, қан үйреніп кетеді. Сондықтан да жастарға жалпы кеңесім ашты суға жоламау. Өздеріңізді алып қосыларыңыз. Мерей аға, енді сізге бір сауал қойғым келеді. Өзіңіздің әніңіз осы қалың көрерменнің көңілінен шығып жатыр деген ойдасыз ба? Енді көрермендердің ықыласы қандай сізге деген? Аллаға шүкір, енді бүгінгі таңда мен де өз той саласына қатты бет бұрып кеткем. Енді өзімнің авторлық әндерімді енді өзім ғана жарыққа шығарып отырмын. Кезінде топтарға саттық, өлеңдерімізді табыстадық, сол кісілер шығарды. Жаман емес. Енді біз домбыраны алып келіпсіздер, енді бізге бір ән тарту бола ма? Әрине, бағана енді сіздер естіп қалдым, Шәмші атамыздың әндері деп жатсыздар. Сонау Шәмші атамыздың қазақтың вальсінің королі десем де шатаспаған болар. Атамыздың бір әнін орындап берейік, Сержан бауырым сүйемелдесе. Өзіңмен арыстым, бойымда таныстым, жайнаған гүлдей құрбым сен, жағада тұрдың сен. Жаз еді бұл күнде, қайдасың бұл күнде, сен іздеп арманым
бойын шарладым, сені іздеп арманым, сыр бойын шарладым деп атамыздың бір әндерін еске алып қояйық. Бейнебаян түсірген екенсіздер, сол туралы әңгіме қозғасақ. Әміржан бауырым. Мерей бауырымның үйінде бір қонақта отыр едік. Сол кезде осындай бір тәтті ән шығып жатыр. Осы әнге бір дүниеге әкелсек деп. Енді ол ән шыққан кезде сөз жазылмаған. Иә, жүрегінден шығып тұр, Мерейдің жүрегінің түбінен шығып жатқан ән. Содан студияға барып, сол жерден аранжировкасын жазғызып, содан ең қызығы ақындарға берген болатынбыз сөзін. Мына ақын былай жазды, мына ақын былай жазды. Қалай деген күнде де авторы Мерей болғаннан кейін Мерейдің таңдауы жаңағы әнші бауырымыз бар, Руслан Нұрғали деген эстрадамыз жас әншісі. Соның жазуымен сөзі дүниеге келіп, содан жүрегімнің әні бұл деген ән дүниеге келген болды. Яғни ән мен сөз үйлесім тапты ғой. Үйлесім буындарына келді, әннің жалпы өз мақамына келді, сөзде жалпы әнге әдем жатты. Бірақ клип барысында біз оны көрсеткен жоқпыз, таза тек қана трековый қылып студияда түсірген болатынбыз. Енді ол бағыттағы әндерде бүгінгі заманның сұранысына сай отырған дүние болып тұр ғой. Келіп тұр, иә. Аранжировкасы да келіп тұр, бірақ біздің айтылу манерасы өзіміздің қазақи эстрадаға жатқызған болатынбыз. Өйткені әр өлеңді әртүрлі бағытта айтуға болады. Бұрмалап та айтуға болады, болмаса шетелге бұрмалап деген сияқты мәселе болды, бірақ біз таза қазақи нақышта айтып шықтық. Сәті келді да әннің өзі. Әдемі тәтті ән уақытымен келді. Сонымен қатар Руслан бауырымызға табыстадық. Сол кісі бізге сөзін жазып берген болатын. Осы орайға жалпы өзімнің жерлестеріме осы әнімді бірінші тұсауын кесіп, осы өзіміздің жерден жалпы тұсауы кесіліп, және ротацияға шықсын деген мәселемен келген болатын. Алла қаласа шығады деп ойлаймыз, өйткені бірінші сіздердің телеканалдарыңыздан басталады жалпы клиптің көрсетілімі. Сіздерде тұсауы кесіледі. Керек емес сөздер айтылып, шектен шығып, жаңағы кейбір естіп жатамыз, кейбір асабалар жаңағы үлкен кісілермен қалжыңдасып жатады, апаларымызбен, аталарымызбен деген сияқты. Жалпы үлкен кісілерге құрметпен сөйлеп, жастармен, жастарша ойымен жүргізсе, шектен шықпаса, ондай келеңсіз жағдай туындамайды шамасы. Онда жалпы қазақ еліне өздеріңіздің ақ тілектеріңіз болса. Енді әрине қазақтығымыз, азаттығымыз жасай берсін, қазақ елі мәндіктен айырылайық, арылайық, Алла қаласа. Тек қана баршаларымызға, дендерімізге саулық, бастарымызға амандық, жұмыстарымызға сәттілік тілеймін. Әрбір отбасында той берекелі болсын. Өздеріңіздің шаңырақтарыңызға шаттық, береке, ынтымақ тілейміз. Енді өздеріңіздің жаңа айтып өткен бейнебаяндарыңыздың тұсаукесер біздің арнада бұйырып тұр екен. Ендеше құрметті көрермен, біздің ағаларымыздың бейнебаян тұсаукесер рәсіміне берсек. Тамашалаңыздар ендеше.